We have a new system for government and national security. One cheesecake, okay? Барлықтарыңызға сәлем, менің атым Қисаев Дарын. Мен қазір Мальдив аралдарындамын, жас саяхаткермін. Бұлайша айтқанда, қазір Мальдив аралдарындағы астанасы Мали қаласындамын. Жалпы Мальдив аралдарына келетін болсақ, бұл жерде 522 мыңнан астам халық өмір сүреді, ал осы астанасы Мали қаласында 126 мың адам өмір сүреді. Бұл мемлекеттің діні ислам діні, және бұл мемлекет 1200-ден астам аралдан тұрады. Болашақта құру мүмкін мемлекеттердің қатарына кіреді. Бұлай ақшасына келетін болсақ, Мальдивский руфия, ал бұл мемлекеттің байлығы туризм. Бұл жақта ешқандай да мұнай, ештеңе жоқ, өздері ешқандай да производствосы жоқ. Қазір оны алдағы видеода да айтып кететін боламын, сандарын барлығын түсіндіретін боламын. Ал енді қазір Мальдив аралдарын аралайық, және сол видеоның ішінде сіздерге өзімнің отелімді көрсетіп, отеліме рум-тур жасайтын болам, қанша теңгеге шықты, сол туралы барлық ақпарат айтатын болам. Міне сіздерге айтайын, осы Мали қаласы негізі мемлекеттің астанасы болғандықтан, мынау артымда тұрған ғимарат осы мемлекеттің қорғаныс министрлігі, мынау ішкі істер министрлігі, ана жағы басқа бір министрлік, оның ар жағында президент резиденциясы орналасқан, мемлекет басшысының отыратын жері. Жалпы бұл кішкентай ғана арал, үйлердің барлығы тығыз орналасқан, оны мынадан да байқауға болады. Міне қараңыздар, үйлер өте тығыз орналасқан. Бұл жақта ғана көшелермен жүрсеңіздер, халық деген өте көп, бірін соғып, сондай нәрселерді. Ал мына жағынан мына қайықтарға отыратын паром, мысалы терминал орналасқан, ол жақтан қайыққа отырып, басқандай аралдарға бара аламыз. Негізі мен отелім орналасқан жер Хулху-Мали деген жер. Қазір онда да баратын болам. Отелім сол жақта таныстыратын боламын. Оған қайықпен баратын болам. Оған да жеке өзім сіздерге айта кетем, қанша теңгемен баруға болады, қалай баруға болады, сол туралы. Жалпы осы енді осы Мальдив аралдарын таныстырып, арға видеоны жалғастырайын. Кеттік. So we have a new but because they are in the other side, we have a local souvenir center in Mali, this corner. But because we have and the best and the souvenir shop is for Mali, for the Sultan Park and the national. This is the Islamic center in Mali. Kazakhstan, yes. This is very. Thank you. Бұл кісі жалпы өзінің несі, өзінің магазин екен, осы кісінің. Сол кісі өзі маған таныстырып жатыр магазинін. Қазақстандықтар келсеңіздер, осы магазинге келіңіздер. Міне ол кісі осындай аксессуарларды сатады екен. Соны көрсетіп жатыр маған. Мынандай Мальдивтікі дейді, мынандай. Осынау Мальдив аралдарынан мынау туы, өзіңіз көріп тұрғандай. Ракушкалар. Ракушкалар. Thank you. Өздеріңіз байқап тұрған, негізі мен келгеніме бұл жерге 8 күн болды. Мен уже 9-шы күн түсіріп жатырмын блогымды. Күн өте ыстық, соны күнге күйіп кеткеннен кейін бетім қып-қызыл болып кетті. Жаңа кісі сол өзінің магазинін таныстырып жатыр да. Қазақстандықтар көрсе, осыраға келсін дейді да. Жақсы дедім, сонымен көрсетіп, Мальдивті таныстырып сөйтіп жатыр да маған, Малияны. Міне мынау сол мемлекеттің астанасының көшесі. Өздеріңіз байқап тұрғандай, көше өте тар, сондай ғой. Міне мынау мешіт.
Мальдивтің мешіті осындай. Қараңыздаршы. Бұнда көшелер тар болғандықтан көбі арнайы мотоциклмен сондаймен жүреді. Еще кішкентай ғана арал болғаннан кейін машина көп айдамайды бұл жақта негізінде. Міне қазір мынандай алайын деп тұрмын. Чизкейк алайын деп тұрмын. 60 руфи теңге шаққандасында тұр. One tea и one cheesecake. Окей? Жаңа біраз закуска жасалып, енді қайтан қаланы аралауға кірістім. Міне автобустардың аялдамалары осындай ғана бірақ белгі болып тұрады. Болды. Негізі осы Мале мен Хулху-Мале екі қаланы қосып тұрған көпір бар. Сол көпір арқылы автобуста, машинада, такси барлығы жүреді негізінде. Мен жеміс сататын жерге кіргелі тұрмын. Көрейін деп тұрмын жеміс сататын жерді. Мынандай жемістер бар екен. Мынау манго 30 дейді килограммы. Мысалы картошкалар 170 руфия килограммы. Мынау болса ана кішкентай алма 80, мынау 100 руфия. Мынандай қызыл банандар бар екен, жасыл банандар, сары банандар бар екен бұл жақта. Папайя деген осындай бар екен. Папайя деген 60 руфия екен. Мынандай нәрселер бар кішкентай. Мынау Ухей Дубай дейді. Бұл 180 екен. Мындай чеснок сондай бар екен. Мынау алмалар мысалы 5 руфия теңге шаққандасында тұр килограммы. Килограммы 5 руфия екен. Казахстан. Мынау мысалы оранж, апельсин, так 2,5 руфия екен килограммы. Сап-сары. Жалпы осы Малені көріп тұрғандарыңыздай жап-жасыл желек, көшелері тар, сондай жер. Бұл астанасы. Қаланы жаңағы Хулху-Мале деген ол жеке қала, ол басқа қала. Бұлар даты ол кісіге үйреніп алған. Ұшпайды. Қазір осы енді Маледан өзімнің отелім орналасқан Хулху-Малеға қазір қайыққа отыратын боламын. Қазір сол қайыққа отыратын терминалға бара жатырмын. Қазір видеоны жалғастырып көріңіздер. Мынау артымда тұрған президенттің резиденциясы, мемлекет басшысы осында тұрады, міне осы зданияда. Қасына барып қарама-қарсы түсірейін десем, анда сол полицейскийлар сондайлар барлығы тұр да. Сонымен қазір бір проблема өзіме іздеп алмайын деп осы алыстан түсіріп отырмын. Міне осы негізі осы Мальдивтің мешіті осындай. Мысалы бізде 4 күмбезді болса, бұларда 5 күмбезді екен. Еще мешітке қарасаңыздар, күмбездің өзі басқандай стилер салған. Бұлардың маскаптары басқа негізі. Мен қазір бұйыртса осы Маледан Хулху-Малеға қайықпен шығайын деп тұрмын. 10 руфияға шықты, теңгеге шаққанда астында тұр. Мен осында кестелер тұр, сағат нешеде қазір келіп, қаншада кететініміз туралы. Міне мынарда тұр, міне Мале, Хулху-Мале тұр. 5-тен 30 кеткенде келеді деп тұр. 5-тен 50 кеткенде жетеміз деп тұр. Қазір сағат 16:53. Міне мынау Хулху-Малеға апаратын осы қайық. Айта кеткенде, мынау Мале астанасы Хулху-Мале деген қатты алыста емес, келесі арал жап-жақын ғой. Ол жеке басқа қала. Қайықтың іші осындай. Мына қараңыздар, Мальдивтің аялдамасы осындай. Орындықтарын айтсаңыздар. Қызық е? Міне байқап тұрғандарыңыздар, мына Хулху-Маледа құрылыс деген енді қызу жүріп жатыр.
жақтың барлығында құрылыс. Алдында қазір менің не тұр? Кішігірім парк бар. Міне қазір отельге бара жатырмын бұйырса. Отельме барып сіздерге рум-тур жасайтын боламын отельді. Видеоны жалғастырып көріңіз. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіз. Мен мынау менің осы бронировать еткен отелім 204. Мынау кондиционер, вентилятор и міне холодильник бар. И мына жағында кішігірім балконы бар. Мына кішігірім балконы. Енді отелім бір керемет дейтін, вау дейтін отель емес. Бірақ енді Мальдив аралдарына демалу үшін өзіме осы кондиционер, жататын орным және бұның ішіне тамақ кіріп тұр. Сонысына қарай алдым. Маған осы мен 15 күнге келген болатын. 15 күнге маған осы 150 мың теңгеге шықты. Тағы біраз налог бар. Налогымен сол 170 мыңға шықты. Налог ұстайды бұл жақта. Себебі бұл жерде су жоқ, свет жоқ, сол үшін барлығынан налог ұстап қалады. Сонысы қиынды. Ал негізі адамдар 1-1,5 миллионға келеді бұл жерге. 5-6 күнге. Бірақ мен осылайынан тиімді бағада осындай отель алдым өзіме. Қазір енді бұйырса обменникке барайын деп тұрмын. Валютамды ауыстырып алсам деп тұрмын. Одан кейін тамақтанып алам. Сосын кешкі жағалауды көрсететін болам. Келесі күні бұйырса сіздерге уже жағалаудың күндізгі уақытын көретін боласыздар. Мен обменниктен жаңа ауыстырған ақшам $30 осы 900 руфия шықты, мальдивский руфия. Негізі қайда жүрсеңіздер де мында негізі доллармен қызмет жасайды. Бірақ доллармен жүрмеңіздер, қымбатқа шығады. Оданша руфиямен жүріңіздер, руфиямен ұтасыздар. Мен мына жақта осындай түріктің ресторанын таптым. Осы жерге тамақтануға келдім. Қазір барлығын түсіндірем. Ет деген бұл жерде жоқ негізінде, тауық еттері ғана. Бұл жерде қайта менюда ет бар екен, қымбат тұрады. Бірақ қазір сол еттің дәмін көретін болам. Қанша руфиға шыққанын, теңгеге шаққанда қанша болғанын қазір айта кететін болам. Мынандай берген болатын. Мынау 200 руфиға шықты. Теңгеге шаққанда азында тұр. Осындай таза еттен жасалған. Етті қатты аңсап кеткен болатын. Сол себепті осындай заказ бердім. Міне тамақтанып алып, енді қазір бұйырса кешкі осы Мальдив аралдарының пляжына барайын деп тұрмын. Ертең бұйырса таңғы уақыттағы пляжды көрсетемін. Қазір енді бұйырса көреміз. Мұхит біраз тынық болып тұр екен. Міне кешкі океан осы. Иісі деген өте керемет. Күн деген жып-жылы болып тұр түн өзінде. Енді бұндай сезімдерді айтып жеткізе алмаймын. Алла баршаңызға осындай көріністі көруді нәсіп етсін. Міне мынау осы Хулху-Малин жағалауы. Мынау міне океан. Міне мынау жағалауда осы Мальдивта осындай
түнде цветтер болады осылай. Мынау өзі жанады işte, жанып тұрады осылайдан. Жағалауда. Міне қараңыздар. Қараңыздар. Малин жағалауында осындай жарықтар бар. Керемет, Мальдивта. Жағалауында мысалы, қараңыздар, мына жақ топ болып тұр ғой. Міне былайына істесем, қазір шығатынына қараңыздар. Міне қараңыздар. Былайына су істесеңіздер, нағаңыздар жанады. Керемет көрінсе, міне мысалы мына жақта ештеңе жоқ. Міне қараңыздар, су шашам. Міне, оппа. Оппа. Мынау Алла құдіреті ғой. Қараңыздар, таңғалатын нәрсе. Әдемі көрінсе, қараңыздар, таңғалдырады. Мынандай көріністі мен өзім таңғалып тұрмын да, мынандай түнде осылай жағалау жанып тұрғанға. Отельден шығып, енді бұйырса қазір таңғы уақыттағы океан пляжын көрсетейін деп тұрмын. Бірер сәттен кейін дәл сол жерде болатын болам. Міне Мальдив аралдарының пляжы. Мынау Хухумален пляжы осы. Күн өте ыстық. Тұр екен, біраз. Ау, енді судың астына кіріп көрейік. Пляждан шығып, енді қазір бұйырса, кешегі турецкий ресторан бар ғой, соған қайтадан тамақтануға барайын деп тұрмын. Өйткені қазақ болғаннан кейін етсіз қиын болып, тек қана сол жерден ғана тамақ ішіп жүрмін. Бағасы қымбат болғанмен, енді менде басқа вариант болмай тұр. Өйткені бұл Мальдивтардың тағамдары маған қатты ұнады деп айта алмаймын. Маған орыс болып қиынға соқты. Етсіз қазаққа қиын. Ететке, сапа детке, бірақ сорпасы жоқ ойлайтын. Бұл жақта айта кетейін, негізі бізде жолдар мысалы мына жағымен жүреді, ар жағымен жүреді. Сонда сол мен оң жақтан бізден қарағанда керісінше орналасқан. Пешеходтан өткенде сіздер абайлаңыздар, мен өйткені шатасып кетемін да қайта-қайта. Біз қана қазақстандікіне үйреніп алғандығынан кейін мен мысалы сол жағыма қараймын да, ал оның кезінде оң жағынан келе жататын машина болады да, сол жағынан шатасып қалмаңыздар, жолда абайлап жүріңіздер. Мынандай коктейль ішетін жерге келдім. Мысалы, мен жаңа бергендер барлығы 20 рупиядан тұрады. Теңгеге шаққанда астында тұр. Қазір түсіріп, дәмін татып көретін болам. Сосын мына жақта мынандай тауықтың етімен сосискалар бар. Осындай, мынандай. Дәмдері енді күшті деп айта алмаймын. Өйткені мен ең басында осылар жедім, 2 күннен кейін уже жүрегім айнып кетті. Өйткені бір басқанда бір приправалар қосады екен. Бөлек нәрселер қосады. Сонысымен қиынға соған. Мальдивқа келіп ет сағынсаңыздар, осы турецкий ресторан орналасқан. Осы жерде мен картада белгілеп кетемін, Мапсиме картасында. Қазір міне соның ішіне кіріп тамақтанатын боламын.
Міне ұйқыдан тұрып, енді қазір арнайы қайық жалдаған болатын кеше. Сол қайықпен қазір үш аралға апарады мені. Бірінші арал бұл кәдімгі бір ескі этнопарк сияқты болады ғой. Орада жабайы кісілер тұратын сияқты бұрынғы сондай сияқты этнопаркқа апарады. Екінші ештеңе жоқ, кәдімгі пустой аралға апарады. Жаңағы кішкентай ғана арал, океанмен қоршалған, аппақ песокпен ғана. Ал үшіншісі сондай дельфин, балықтар көру үшін сондай жерге апарады. Қазір көретін боласыздар ондағы қызықтарды. Енді кеттік. Видеоның аяғына дейін көріңіздер. Бұйырса, осымен апарайын деп тұр. Біз де бірінші қайыққа отырамыз. Қайыққа отырғанда мен осылай. Осымен апаратын болады қазір. Кетіп бара жатырмыз. Міне мына кісілерді Үндістанда екен. Бұл кісілерді жалдап алған екен, арнайы жеке қайық. Енді қазір бұйырса көреміз қандай қызықтар көріп тұрғанын. Түсейін деп жатырмын, бұйырса алып келдім. Анарда көп қайықтар тұрды. Қазір қай-қайға кеткенін қазір көретін боламыз. Балықтар көп шықты ма? Мұнда балықтар кәдімгідей көрініп тұр, неше түрлі балықтар. Қазір бір аралға апарады, қазір қай аралға апарады, қазір көретін боламыз. Бір нәрсе байқағаным, бұл жақта құм көріп тұрған шығарсыздар, тау сияқты дейді жатқан. Оның қасында үлкен қайық тұр. Сол қайық арнайы дәл осындай островтарды қолдан жасайды. Сөйтіп, мына островты кеңейтіп жатыр, былайша айтқанда. Осылайынан Мальдив өзінің территориясын мейлінше кеңейтуге талпынып толған жұмыс жасап жатыр негізінде. Оңға солға дегенде аяқпен басқарып отырады екен тұрғыстарды. Түсіндіріп жатыр, правиласын түсіндіріп жатыр, істеуге болады, істеуге болмайды. Болады екен, короче. Суын қарап отырсаңыздар, көппен көп тап-таза. Қаншама метр тереңдік, бірақ астында не бар екен көрініп тұр да көптер. Енді мен ойлаймын, $30 бұл кәдімгідей керемет әсер береді. Міндетті түрде кетсеңіздер осы жерді волнаның ұрғаны енді қараңыздар. Өте ана қараңыздар. Волна кәдімгі мына океанның волнасы удары деген сұмдық. Маған қарай ұшып жатыр волнасы. Су кәдімгі екінші қабатқа ұшып жатыр. Осы жерге тоқтады. Бұйырса осы жерде суға түсу үшін бұл жер. Суға түсетін боламыз. Міне сіздерге айтқан әдемі островтарға сіздерге айттым ғой жаңа. Ештеңесі жоқ, кішігірім остров дедім. Дәл осы остров. Островдан бері қарай осылайда киіммен бізді ешкім алып келді. Ал телефондарымызды арнайы сумкаға салып алып келді.
енді қазір біз жалпы осы ішінен 3 арал бітеді. Қазір тағы 2 арал, одан 3 арал бар, сосын этнопарк бар, оны барлығын қазір көрсететін боламын. Арадағы әсерді енді айта алмаймын. Су деген өте тап-таза, балық су көп пен өзінің көп шығарсыздар, бірақ бұны телефонмен жеткізу мүмкін емес. Енді $30 бұл кәдімгідей енді керемет әсер. Негізі менің отелім орналасқан сол Мали ғой. Малидан сіздер шығыңыздар, қараңыздар шет жақты. Өйткені Малидан керемет өте керемет. Малида да бар енді жағалаулар, бірақ енді мынандай әсерге енді жетпейді, былайша айтқанда. Тағы бір островқа. Бұл жерден қазір тамақтанатын боламыз. Бұл жерде этнопарк орналасқан. Welcome to Гимахфаси дейді. Қазір островға баратын боламыз. Енді қазір осы аралды аралайық деп тұрмыз. Қазір гид бар, сол гид арқылы аралаймыз үшін. Видеоны көріңіздер. Каналыма тіркеліп лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Осылай. Мына кісілер осы міне мына екі жігіт осы гид осы аралатып көрсететін болады, осы аралды. Көшесі. Бұл жақта байқап тұрғандарыңыздар асфальт жоқ. Бәрі осы мотоциклмен, сосын велосипедпен жетіп жүреді. Ауасы өте тап-таза. Төбеде бір ешқандай, мына жақта еще производство деген жоқ қой. Содан кейін ауасы өте тап-таза. Міне мына жерден олар су алады. Су осырадан алады. Өйткені бұл жақта су жоқ қой. Дұрыс. Осы тасып ішеді суды. Мына жақта тамақ ішіп болып, осы аралда аралауға кірістік. Негізі міне осы пальмаларда байқау керек. Осы пальмалардан осындай кактустар қой басқа база сосын жағдай қиын болады. Сол себепті пальмалардың астында байқау жүріңіздер. Мына арал маған қатты ұнады. Арал екен. Алайда ары қарай жолға шықты. Мынандай арнайы киімдер бар, қазір киіп суға түсетін боламын. Міне қазір бұйырсам астына кіріп балықтарды көретін боламыз. Балықтар ашықтарын қатты көріп бірнеше түрлі балықтар. Мынау демалыс үшін арнайы осыдан. Мынау судың астында спокойно бәрі көріну үшін. Аяққа осындай берді арнайы. Суға шомылуға арнайы үшін. Ал енді қазір бұнда сіздерді қазір көретін боламыз.
осы Мальдивқа келсеңіздер міндетті түрде сонда барыңыздар. Жаңа астына кіргендегі көріністі жаңа өздеріңіз де көрдіңіздер. Енді оны телефонмен жеткізу мүмкін емес. Телефон жеткізу вообще мүмкін емес. Дәл қасында жүреді да, неше түрлі өмірімде көрмеген балықтарға дейін жүр ғой анда. Өте керемет әсер. Мальдивқа келсеңіздер міндетті түрде осыны пайдаланып барыңыздар. $30 менің ойымша бұл өте керемет уақыт өткізетін күн. Бір күнге от души демалу. Міне қайтадан Малиге алып келді. Жаңа дельфинді тамашалаймыз деген ой болған болатын, бірақ айтады дельфин келмеді, енді қайтуға тура келіп тұр дейді. Келдім, енді жаңа дельфин болмай қалды, дельфин келмей қойды. Соны алып келіп тастады. Енді қазір машинамен отельге апаратын болады. Жалпы осы қайық 10 руфия тұрады. Мен негізі осы келесіздер ғой. Сол кезінде такси өте қымбат болады. Сол кезінде оту мақсатында сол аэропорттан Малияға, Малиядан осы Фуку Малияға дейін қайықтар жүреді. Сол кезінде сіздер былай ақша үнемдейсіздер. Ал енді таксимен жүрсеңіздер, автобуспен жүрсеңіздер өте қымбат бағада шығады. Сол себепті меніңше қайыққа отырып, қайықтың станциясымен жүріңіздер. Сонымен отасыздар. Мен қазір қайтып бара жатқанның өзінде де Фуку Малиядан Малияға бара жатырмын. Малиядан аэропортқа барамын, сөйтіп ақшаны үнемдеймін. 50 руфиямен отып тұрмын. 50 руфияны кәдімгідей отып тұрмын. Негізі 90 руфия Фуку Малиядан аэропортқа. Ал мен мынадан 20 руфияға барамын. Міне Фуку Малиядан келіп, Малияға келдім. Енді қазір терминалдан аэропортқа билет алатын болам. Міне одан терминалдан жазылып тұрады, аэропорт билет алам. Сөйтіп қайықпен қайтадан аэропортқа кететін болам. Аэропортқа қайық келді, осы қайықпен қазір аэропортқа баратын болам. Міне осы мына көпір Малия мен Фуку Малияны қосып тұрған көпір. Бұның ашылғанда көп болған жоқ, жақын арада ғана ашылған. Негізі екі остров тек баяғыда қайықпен ғана қатынаған. Ал қазіргі уақытта көлікпен де қатынауға болады. Міне Мальдив аралдарының картасы. Осында Мальдив аралдарының островтары, аралдары 12 аралы белгіленген. Осылай картасы. Үнді мұхитында орналасқан мемлекет осы. Міне осымен Мальдив аралдарындағы видеом аяқталды. Видеолар ұнады деген ойдамын. Дұрыс ақпарат бердім деп те ойлаймын. Сол үшін каналыма тіркеліп лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Қазақ тілі контентін қолдаңыздар. Тағы да өздеріңіздің ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Сіздермен болған Қисаевтарын кездескенше.